Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балжан Серікқызы. Бүгін сіздерге тауық аяқтарының ең оңай маринаттау тәсілімен үйретіп, оны духовкада пісіруді үйренеміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең бірінші тауық аяқтарына сұйық майымызды саламыз, бұрышымызды саламыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприкамызды салып, жақсылап араластырып, бір-біріне сіңгенше араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне тұзымызды және майонезімізді саламыз. Бұл жерде майонез бен сұйық май ең басты маринаттауға ең басты рөлді атқарады. Сондықтан оларды жақсылап етке араластырып, сіңдіріп, араластырып аламыз. Сөйтеміз де жарты немесе 1 сағатқа маринатқа қоямыз. Маринатта көбірек тұрса, көбірек маринады жақсы болады. Сөйтеміз де пергамент бумагасын төсеп, оның үстіне тауық аяқтарын осылай тізіп шығамыз да, духовкаға 180 градусқа немесе 200 градусқа жарты сағатқа салып қоямыз. Мінекей біздің тауықтың аяқтары дайын. Қараңыздар, цветі қандай, әдемі болып, дастарханыңыздың көркін ашатындай әдемі болып маринатталды. Дәмі деген енді просто супер. Ал жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.